Коллекторлық компания немесе банк сізді қай уақытта сотқа береді? Сотқа барғанда сіздің құқықтарыңыз бен міндеттеріңіз қандай деген сұрақтарға бүгін бұл видеода мен сіздерге жауап беруге тырысамын. Егер де қызық болса, онда әрі қарай көреміз. Баршаңызға сәлем, сіздермен заңгер Айгерім Ермекбай. Коллекторлық компания немесе банк сізді қай уақытта сотқа береді? Егер де сіздің тұрақты жалақыңыз өзіңіздің атыңызда көлік немесе үй болған жағдайда ғана сотқа береді. Қалған жағдайлардың барлығында коллекторлық компания немесе банк сізді сотқа бермейді. Себебі сізді сотқа беру тиімсіз болып табылады. Сонымен сізге sud.kz сайтынан SMS келді делік. Әрі қарай не істейміз? Әрине міндетті түрде сотқа барамыз. Ол жерде қорқатын ештеңесі жоқ, себебі сізді сотта ешкім соттап жібермейді. Қазақстан Республикасының Конституциясының 14-ші бабына сәйкес, заң мен сот алдында жұрттың барлығы тең. Тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез келген өзге жағдайлар бойынша ешкімді де кемсітуге болмайды. Сонымен сіз сотқа бардыңыз, сонымен судьяға мән-жайдың барлығын түсіндіресіз. Сондай-ақ сізге сотқа бармастан бұрын мен сізге сотта керек болатын 5 жағдай туралы айтып кетемін. Олар қандай жағдай? Соларға тоқтала кетейік. Біріншіден, ол тіл мәселесі. Яғни Қазақстан Республикасының Конституциясының 7-ші бабына сәйкес, Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл ол қазақ тілі. Мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады. Егер де сіз сотта жүргізіліп жатқан тілді түсінбесеңіз, мысал үшін сот орыс тілінде болатын болса, сіз өзіңіздің құқықтарыңызды пайдаланып, судьядан сізге аудармашыны шақыруды өтінесіз. Аудармашы шақыру әрине тегін. Ол жерде судья сіз орыс тілін түсінбеген жағдайда қазақ тілін жетік білетін аудармашы шақырып беруге міндетті. Бұл жерде аудармашының қызметі әрине тегін болады. Екінші жағдай, банк немесе коллекторлық компания сізді сотқа берместен бұрын сотқа беретіні жайлы сізге претензия, яғни шағым жіберу керек. Ол сіз сотта банктың немесе коллекторлық компанияның талап арызы қанағаттандырусыз қалдырады. Себебі Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу кодексінің 279 бабының 1-ші тармақшасына сәйкес, сот егер талап қоюшы осы санаттағы істер үшін заңда белгіленген немесе шартта көзделген дауды сотқа дейін реттеу тәртібін сақтамаса және осы тәртіпті қолданудың мүмкіндігі жойылмаса, онда мұндай талап арыздар сотта қанағаттандырусыз қалдырылады. Үшінші жағдай, егер де сізді сотқа банк емес коллекторлық компания берген жағдайда, сіздің қарызыңыз банктен коллекторлық компанияға өтті деген сізге уведомление, яғни хабарлама жіберу керек. Төртінші жағдай, ол талап арызда көрсетілген сіздің қарыз сомаңыз. Яғни ол неден тұрады? Основной долг, яғни негізгі сома қандай, вознаграждениесі қандай, және де үстемақысы, пенясы қандай. Соның барлығын есептеп, сіздің өзіңіздің есептеп жүрген сомаларыңызбен сәйкес келу қажет. Осы жерде айтып кететін маңызды ақпарат, сіз судьядан жаңағы банктың берген талап арызында пенясын кішкене азайтуды сұрасаңыз болады. Сондай-ақ егер банктың көрсеткен сомасы мен сіздің санап жүрген сомаңыз дұрыс келмесе, онда сіз ол талап арызға қарсылықта соны міндетті түрде жазып кетуіңіз қажет. Бесінші жағдай, ол жаңағы банктың және де коллекторлық компанияның берген талап арызда міндетті түрде қарсылық, яғни отзыв жазу керек. Бұл отзывты, яғни қарсылықты қалай жазу керектігін мен өзімнің марафонымда, мен өзімнің заңгерлік сауаттылық атты онлайн марафонымда үйретемін. Ол жайлы толық ақпаратты мына нөмірден білсеңіздер болады. Сондай-ақ сот процесі міндетті түрде аудио, видео жазбалармен жүргізіледі. Әрі қарай сотта істі
істің қаралуының мерзіміне тоқтала кетейік. Бірінші сатыдағы сотта талап арызыңыз қаралып шешім шығу үшін 2 ай кетеді. Бұл әрине азаматтық іс жүргізу кодексінің 183 бабында көрсетілген. Ары қарай соттың шешімі шыққаннан кейін оның заңды күшіне ену үшін тағы да 1 ай. Бұл азаматтық іс жүргізу кодексінің 403 бабында көрсетілген. Одан кейін сіз соттың шешімімен егер келіспейтін болсаңыз, оған апелляциялық шағым беруге құқыңыз бар. Бұл жайлы азаматтық іс жүргізу кодексінің 415 бабында көрсетілген. Яғни сіздің апелляциялық шағымыңыз түскеннен кейін ол қалалық сотта тағы да 2 ай қаралады. Сонымен сіздің ісіңіз сотта примерно 5-6 ай қаралады. Сотта банк немесе коллекторлық компания талапкер болып табылады, ал сіз жауапкер болып табыласыз. Сотқа барған жағдайда сіздің құқықтарыңыз бен міндеттеріңіз қандай? Соған тоқтала кетейік. Яғни, Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу кодексінің 46 бабына сәйкес, сіз іске қатысатын адамдардың іс материалдарымен танысуға, олардан үзінді көшірмелер жазып алуға және де көшірмелер түсіруге, қарсылықтарын мәлімдеуге, дәлелдемелерді табыс етуге және оларды зерттеуге қатысуға, іске қатысатын басқа да тұлғаларға, куәларға, сарапшыларға, басқа да мамандарға сұрақтар қоюға, өтініштер, оның ішінде талап қоюды қамтамасыз ету бойынша шаралар қолдану туралы дәлелдемелерді қамтамасыз ету бойынша, сондай-ақ қосымша дәлелдемелерді талап ету туралы, татуластыру рәсімдерін қолдану туралы өтініш хаттар беруге, сотқа ауызша және де жазбаша түсініктемелер беруге, іске қатысатын басқа да адамдардың өтініштері мен дәлелдеріне қарсы болуға, сотта жарыс сөздерге қатысуға, сондай-ақ сот отырысының хаттамасымен танысуға және де ол жерде келіспейтін жағдайлар болса, оған жазбаша ескертпелер жазуға болады. Соттың шешімдері мен ұйғарымдары қаулыларына шағым жасауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу туралы заңнамасында берілген басқа да процестік құқықтарды пайдалануға құқыңыз бар. Олардан басқа адамдардың құқықтарын теріс пайдаланбай, олардың мүдделерін бұзбай, өздеріне тиесілі барлық процестік құқықтарды адал пайдалануға тиіс және істерді қарау мен шешу мерзімдерін қасақана созып жіберуге жол берілмейді деп жазылған. Сондай-ақ ескерте кететін жайт, әрине соттың шешімі бойынша сізді ешкім банкке қарсы соманы бір-ақ күнде өтеуге мәжбүрлей алмайды. Бұл жерде айта кететін нәрсе, сіздің несие шартыңыздың орнына енді соттың шешімі деген қағаз болады. Екеуінің айырмашылығы сол ғана. Осымен достар, бүгін сіздермен сот жайлы біраз ақпаратпен бөлістім, пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де ұнаған болса, видеоға лайк басыңыздар, сондай-ақ каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Егер де қосымша сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде төменде комментарийге жаза кетіңіздер. Видеоны міндетті түрде басқалармен бөлісуді ұмытпаңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет, амандықта жолығайық. Сау саламат болыңыздар.